Сәлем достар, сіздермен бүгін біз Әлия, Мерейін. және де біздің влогмасымызға қош келдіңіздер. Біздің арнамызда осы жылы бірінші влогмас, және де бүгін біз сіздерге осы жаңа жылдық көңіл күйде сыйлағымыз келіп жатыр. Жаңа жылға уже бірнеше ғана күндер қалды, және де осы жаңа жылға біздің дайындығымызды, сонымен қатар біз не істейтінімізді, не заттар алып жатқанымызды барлығын осы видеодан көресіздер. Сондықтан да осы видеоны соңына дейін көрдіңіздер, бізбен бірге болыңыздар, ал біз сіздерге көңіл күйді сыйлауға дайынбыз. Видеоны бастаймыз. Біз қазір жиналып алған болатынбыз, және де мартқа қарай барамыз. Таразда марттан басқа білмеймін қай жаққа баруға болатынын, сол үшін сол жақтан бірінші көреміз, покупка жасап, қандай жаңа жылдық заттар келді екен, соларды аламыз и ары қарай басқа да базар, сол жақтарды көретін шығармыз. Бізде мына жақта елка құрастырылыпты, қараңыздар, қандай күшті елка. Мына жақта деген даже иттерге арналған жаңа жылдық киімдер бар ғой, қарасаңыздар. Ойыншықтары, үйге арналған әртүрлі украшениялар, және де қараңыздар, мына жақта бізде свечалар, осындай новогодний стилде. Кружки, күшті екен, жаңа жылдық кружкалар. Және де мұнда капкейктер жасауға осындай күшті жаңа жылдық түрі бар екен. Бар болғаны бағасы 290 теңге, сондықтан да осыны алатын шығармын. Қараңыздар, мына жақта жаңа жылға тағы да не тапқанымызда, мұнда бізде жастықтарға қаптар, осындай жаңа жылдық тематикада әртүрлі түрлері бар екен. Қазір енді осындайдан екеу алатын боламыз. Қараңыздар, мына жерде прям өте көп чехолдар бар, және де барлығына скидка болып жатыр екен. Мына жерде өте деймі осындай нәскилер бар. Қараңыздар, прям әртүрлі жаңа жылдық, и мына жерде, ана жерде тоже. Қазір біз әлі екеуміз таңдап жатырмыз, білмейміз аламыз ба алмаймыз, бірақ әдемілерін тауып жатырмыз. Қазір біз H&M'нен енді новогодний платье сондайлар болатын кезде кетті көйлек немесе бір киімдер іздеп жүрміз, нарядный болатын. Сондықтан да мына жақта негізі выборлар көп. Қазір қарап көретін боламыз. Біз қазір MSQ-дамыз, және де киімдерді киіп көрген болатын мен. Мына жақта мынандай топик и потом бір юбка киіп көрдім. Негізі ұнады, бірақтан мен негізі көйлек іздеген болатын, сондықтан да қазір басқа жақтарды да көретін боламын. Если ұнап жатса, аламын өзіме. О, қараңыздар, картонда осындай жаңа жылға арналған күшті абудуктар. Еще мынандай сықырлығы да бар екен. Ал біз келесі магазинге келдік. Бұл бізде My Home. Және бұл жерде үйге арналған заттар сатады. Мына жерде қараңыздар. И мынандай коробкалар, украшать ететін заттарға арналған бокстар, короче, өте көп заттар сатады. Қараңыздар. Бұл жерде шұлықтар, жаңа жылдық. Және өте әдемі осындай кружкалар. Қандай керемет. Жаңа жылдық прям күшті посудалар бар екен. Біз, короче, алғымыз келіп жүрген етін осындай посудалар екен. И осы жерде бар екен. Мына жерде осындай. Оны жеп жеңіл екен. Қазір открыткалар бар екен. Жаңа жылға осындай. Қарағаза. Әдемі ғой. Короче, достар, біз сенсейге қайтып келдік, және де қазір новогодний киімдер алып боламыз. И мына жақта неше түрлі новогодний стилде жасалған футболкалар бар. Қазір солардың біреуін таңдап аламыз. Бізде, короче, мамалар мынау екі нені таңдап тұр, Хансада мен мамаға. Өйткені бізде барлығымыздың размеріміз жоқ. Ал біз папа мен Әлия үшеуміз осындай стилде, короче, жаңа жылдық киімдер, футболкалар алып жатырмыз. Қараңыздар, Гринчпен. Вот осы үшеу, және де мамаларға, және де Хансадаға екеу. Қараңыздар, қандай әдемі елка мынау. Қазір біз обедтенуге келдік. Мына жақтан Саламбродан бургерлер заказ ете салатын боламыз. И су аламыз. Biz hazır, короче,
Мына жерде отырмыз, и Алялар уже заказ етіп қойған болатын. Қазір заказымызды күтіп отырмыз. Қазір біз Саламбродан 4 гамбургер заказ еткен болатынбыз, куриный. Және мінекей, қазір енді мына жерден суларды заказ ететін боламыз. Мартта негізі бұлай қатты сәндемеген де, және де көп заттар жаңа жылға қатысты емес. Сондықтан да бұлай қатты мартта особо жаңа жылдың атмосферасы жоқ. Мінекей қойып жатыр. Давай, алып кел. Анча турбичка алдын Алия. Все, біз шықтық, барлық покупкаларды алдық, сіздерге үйде барып көрсетеміз. Қараңыздар, өте әдемі, марттың алдына осындай соқ болған ғой, қайтып ана жолда осындай бар екен. Вау, қараңыздар, мына жерде 2 осындай елкалар өте үлкен. Күшті болып тұр, бүкіл жер жанып тұр, қараңыздар. Атмосфера деген супер. Ал біз қазір уже үйге барып жатырмыз. Такси шақырған болатынбыз, и вот мына жерге қазір кіреміз. Саламатсыз ба? Біз уже таксиден шықтық, енді қазір үйге барып жатырмыз. Покупкаларды үйде көрсетеміз. Сіздерге енді покупкамызды көрсетіп жіберейік, не алғандарымыздың барлығын толығымен. Бірінші мына пакеттен бастайық. Ең бірінші осындай сенсейден алынған капкейктерге арналған арнайы өзінің ыдыстары, заттары қажетті. Жаңа жылда жасайтын боламыз міндетті түрде, және де осымен қолданамыз. Бұл жақта осындай жаңа жылдық өте күшті жастықтарға арналған қап. Бұл біріншісі, ал екіншісі уже аштық, және де бүйтіп кигіз көрдік. Қараңыздар, қандай күшті болып тұрады. Бөлмеге қойып сәндейтін кезде бөлмені обязательно осыны қоятын боламыз, потому что жаңа жылдық атмосфераны күшті қылып беріп тұр. Келесі біздің пакетімізде өңкей жаңа жылдық киімдер бар. Так, барлығын алайын. Біз көрсеткендей сіздерге осындай гринч стилінде 3 бірдей футболка алған болатынбыз. Ол бізде осындай қызыл түсті, жаңа жылдық тоже. Жаңа жылға біз почти дайынбыз уже. Бізде қазір үйде новый обстановка болып жатыр. Мына жақта дивандарды жылжытып, бізде мынандай кілеметін уже қаншама уақыт болды. И сол кілемді жаңа жылға қарай кішкене өзгертсек деп, мынандай кілем алып мама. Осындай пердемізді де ауыстыратын боламыз. Бүгін бізде обновка болып жатыр соған. Қараңыздар, біз қандай коробканы сыртқа шығардық. Бұл бізде новогодний заттар жасалған, және де сол жақта барлық заттарымыз бар. Шағын болып тұр екен әрине де, бірақ бұлар. Қазір мына коробкадағы неше түрлі осындай мишуралар бар и ойыншықтар бар. Қараңыздар. Қазір енді осының барлығымен үйді сәндейтін боламыз. Елканы сәндейміз. Так что бірге жасайық барлығын. Ал мінекей біз қазір киімдер киіп алған болатынбыз. Мен және де өзімнің осындай серігімді тағып алдым. Және мен де, қараңыздар, менде пряники мынандай. Енді бізде мына жақтағы үлкен коробкадан заттарды алып, мұнда тұрған елкамызды сәндейтін боламыз. Новогодний атмосфера сыйлаймыз. Ал мен осындай күлгін түсті шариктерді ілетін боламын. Мен қызыл. Қарас, мен де өзімде қызылмын, мынау да қызыл. Так, что отырмыз үшеумізде. Қараңыздар, менде де сондай. Осы ең әдемісі. Бізде еще мына жақта тоже мынандай майда-майдалары бар. Вот такой вот екі гирлянда бар. Қазір осының біреуін алып елкамызбен сәндейміз.
Biz қазір ең соңғы шаг, мынаны қазір жандыратын боламыз. Все. Біздің елка дайын. Қазір енді сіздерге светті өшіріп көрсетеміз. 2, 3, Вау! Біздің елка дайын жаңа жылға. Все. Давайте бізді түсіріп алыңыздар. Қазір біз мына жақта Новый годқа заттарды көріп жатырмыз. Неше түрлі подаркалар, басқа заттарды. Келесі магазинге кірдік. И қараңыздар, мына жақта прям новогодний атмосфера. Елкалар, мишуралар, неше түрлі. Мына жақта бізде осындай сәндейтін заттар бар екен. Өте әдемі, прям. Вау, күшті екен. Әр түрлі елкаға ойыншықтар. Магазиндерде осындай кипиш болып жатыр, кәдімгі деп новогодняя света болып. Короче, мінекей біз алдық. Мына жерде бізде пицца. Вау, қараңыздар, 4 сезон. Одан кейін сушилар. Қазір ашатын боламыз. Және де кока-кола. Ал бізге ас болсын, қазір жейміз. Вау, осыны қанша күттім. Ой, қараңыздар, ыстық прям күшті дайын тұр. Ал мінекей біз барлығын ашып, осылай жасап қойдық. Қазір енді жейтін боламыз. Прям қатты жегім келіп тұр. Ал енді бізге ас болсын. Достар, бізде қазір Димашқа пранк болады. Сондықтан да осы қазір пранкымызды соңына дейін көрсеңіздер өте қызықты болады. Және де Димаш уже келген болатын. Давайте. Бізде вот Димаш келді. Ой, год. Дай мен де. Бізде заказ етіп қоймайды. Димашқа ашқысыңдар кішкене. Заказ еттіңіздер ме? Тұрысы. Кәп, өзі ашын келатыр. Аша берсіңіз? Жүр, аша кесілер. Айфон 11 ма береді? Сатып ұстап көрейін. Ашсаң, сен аш. Қанша гигабайт? Аш сен. 28 ғой. Жаңа тұғыз, я. Мен енді айфон ашып көрмеймін ғой. Ма. Қаталма. Тұрып атсалай. Ё-моё. Базар жо. Нан білмейсіңдер. Ё-моё, құтты болсын. Сен алсаң қандай аласың? Осылай аласың ба? Мен ба? Білмеймін. Сені қазір қандай Уақыт келгенде көрсеміз. Сені телефон. Мен телефон жөндеткен жоқ ма? Сол, мен сияқты ғой. Қазір ана hello дей ма? Ладно. Я алды. Шақта столдарымыз айда кеткен. Енді хозяинына бер. Хозяйына берегенді. Мамаңа. Қылмаңыздар. Шынды ма? Гүлбар екен, подаркасы жаңажылға. Сен мамаң подаркасы саған. Алсын. Ой, қой. Сөйтіп. Айфон 11. Сенікі ғой? Саған заказ етіп алғанбыз ғой. Серьезно? Сөйтіп. Я мамаң өткенде апарда. Мамама бәрін істеген. Е. Йо, мен мама әләз емес дедім. Негізі айтқан. 128 гигабайттық. Ё-моё. Базар жоқ. Ана ештеңе айта алмай тұр ба? Точно менікі ма? Екеуміз енді ешті ақ болып күшті болып жүреміз айфонда. Точно ма? Сөйтіп Я сенікі. точно. Қазір артынан жарты сәт пранк болады. Енді осы ғой пранк осы. Димаш қайтарасың ба? Бізде қазір Димаштың айфонын жасап жатырмыз, енді видео құрастырып. Вот Димаш бақытты, қуанышты. Қазір енді біз барлығымыз бірге қарап тамсанып отырмыз. Қандай күшті.
Сонымен біздің видео аяқталды. Сіздерге бұл влогмасымыз ұнады деген ойдамыз. Сіздерге жаңа жылдық көңіл күйді бердік деп ойлаймыз. Егер де осы влог ұнаса, бізге лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді комментарияға жазып, біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар жаңа жылға сіздердің де дайындықтарыңыз қалай болып жатыр? Жаңа жылды кімдермен тойлайсыздар? Соны да комментарияға бөлісе кетіңіздер. Барлығын оқып, сіздерге жауап беретін боламыз. Осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге өте көп рахмет. Сіздермен болған біз Әлия Мерей. Келесі влогмасы кездескенше сау болыңыздар. Пока-пока.